Ассалаумағалейкум. Ой, ерте келіпсің ғой бүгін. Құрал саймандарыңды ала келіпсің. Бүгін енді бітіретін шығарсың? Иә, Құдай қаласа, сол үшін ерте келдім ғой. Молодец. Оны жұмысқа кірісе бер. Қазір Басекеңнің жұмысына апарып тастаймын. Жеңешем салонға апарып тастап, ары қарай қызын университетке, сосын келіп сенің жұмысыңды көріп, ақшаңды беріп жіберемін, ә? Болды онда. Давай, жұмысқа кір. Жақсы. Саламатсыз ба? Ой, қалай электрик бала? Бүгін бітесің бе өзі? Иә, Құдай қаласа уайымдамаңыз, көңіліңізден шығатындай әдемілеп тұрып бітіріп беремін ғой, гарантиясымен. Жарайсың. Іске сат. Қызым, бола ғой, кешігеміз. Алло, қалайсың Бағлан? Жақсы. Қайдасың, Айдос? Мен сол кеше үйде ғой, жұмыстарды бітіре алмай жатырмын. Жұмыс объем көп па не соншалықты? Көмек керек емес пе? Жоқ, бәрі дұрыс, бір-екі сағатта бітіп қалам. Біткен кезде өзім саған хабарласам ғой. Жарайды. Іске сат. Жақсы. Сәлеметсіз, Клара ханым, қош келдіңіз. Қалайсыңдар қыздар? Маникюр. Жүріңіз, төрлетіңіз. Келіңіз, отырыңыз. Клара ханым, бұл бізде жаңадан келген қыз, есімі Салтанат, сізге жақсылап тұрып қызмет көрсететін болады. Егер бірдеме қажет болса, маған айтыңыз, мен осында боламын. Бағлан, сен өмір бойы осылай жүре бересің ба? Түсінбедім. Сен маған үйленердің кезде қандай уәде бердің? Аспандағы айды алып берем дедің. Соқсан қолını күнге жеткізем дедің. Кәні сол берген уәделерің бәрі. Аспандағы айды қойш, тым болмаса адам секілді өмір сүруден қалдық қой. Тапқан тиын тебені санап, қараның мен қара су ішіп, шешең жатса анау, аурудан басы шықпайды. Шаршап кетті, мен түсінесің ба? Айналыңа қараш, жұрттар сияқты өмір сүргін келеді, менде жарқырап жүргін келеді. Өмір бойы қатқан нан жеп, сенің ауру шешенің астын тазалау үшін туылған жоқпын мен. Не қарайсың? Өтірік па неме айтқаным? Өзің сияқты жігіттерге қарасай, ақшаны күріктеп тауып жүр. Сенің жүрісің мынау, Айдос екеуің қосылып алып, әркімнің лақтырған сүйегіне жармасып жүрсін. Құры, жоғал. Көзіме көрінбе. Енді осы үйдің табалдырығын атайтын болсаң, аяғын сындырам. Құры.
Ханым, сізде бәрі дұрыс па? Ханым. Клара ханым, не болды? Тыныштық па? Бәрі дұрыс па сізде? Мүмкін жедел жәрдем шақырамыз. Жоқ, қажет емес. Басылады өзі. Саламатсыз ба? Кім бар? Әпке, әпке, әпке. Алло, алло, жедел жәрдем ба? Бәрі жақсы, уайымдамаңыз Рамазан мырза. Клара ханымды ауруханаға дер кезінде жеткізгендіктен қазір өміріне төніп тұрған қауіп жоқ. Бір-екі күн біздің бақылауымызда болсын, содан кейін үйге жібереміз. Рахмет, дәрігер. Рахметті маған емес, әйеліңізді осында алып келген жігітке айтыңыз. Егер ол жігіт дер кезінде жеткізбегенде жағдайы өте ауыр болатын еді. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Сау болыңыз. Қалайсың? Дұрыс олайын дедім ба? Шүкір, жақсымын. Өзімді түсінбей қалдым. Бұндайым жоқ еді. Уайымдай берме. Дәрігер айтып отыр, бәрі жақсы болады деп. Мам, кез келген нәрсені жүрегіңізге жақын қабылдай бермеңізші. Ауырып қаласыз. Жарайды қызым. Су ішесіз ба? Жоқ, кейінірек ішемін. Атың кім сенің? Айдос. Рахмет, Айдос. Жарайсың, сен болмасаң, жағдай басқаша болып кететін еді. Нағыз жігіт екенсің. Оқасы жоқ аға.
Мен орнында басқа біреу болса да дәл осылай жасайтын еді ғой. Жалпы немен айналысасың, электриксің ба? Кез келген жұмыс қой аға. Қандай жұмыс болса соны істей береміз. Сол жан бағы ғой. Солай де тұрақты бір жерде жұмыс жасамайсың ғой. Жоқ, тұрақты жұмыс жоқ. Сол қанша әрекет жасасақ та тұрақты жұмысқа мүмкіндік болмай жатыр ғой. Арнайы мамандығың бар ма өзі сен? Университетті Қызылға бітіргем, жоғары білімді экономистпін. Өте жақсы. Отбасың бар ма, үйленгенсің ба? Жоқ, үйленбегем. Жарайды. Мына мен визиткім. Ертең таңертең жұмысқа кел, жұмыс мәселесін шешеміз. Рахмет аға. Міндетті түрде барам. Егер жұмысқа қабылдап жатсаңыз, үмітіңізді ақтаймын. Оны уақытысында көреміз. Жоқ аға, кер жоқ. Ұста. Рамазан мырза, кешіріңіз, 1 минутқа бола ма сізді? Таңертең құжаттарыңды міндетті түрде алып кел. Менің есімім Әсем. Айдос, Өте қуаныштымын. мен де қатты қуаныштымын. Демек, сені біздің үйге Құдайдың өзі жіберген болып тұр ғой, Жоқ, анау Руслан бет, солғы мен алып келген. Үлкен рахмет саған, Айдос. Егер жедел жәрдемді уақытында шақырып, анамды ауруханаға уақытылы жеткізбегенде, жағдайдың қандай қиын болатынын дәрігердің өзі де айтты. Біз саған қарыздармыз. Қайда қарыздар, Әсем? Қиын кезде көмектесу әр адамның міндеті емес пе? Жақсы, көріскенше. Көріскенше. Ертең папама міндетті түрде бар. Ол кісі кез келген адамға жұмыс ұсына бермейді. Балам, осы етте сізде заттар көп кірізеді. Салтанат. Салтанат. Қаяға құрып кеткен мынау? Жан, кеп қойғасың ба? Қайда жүрсің? Нан тосылып қапты, соған дүкенге барып келгем. Әкелетін нанды ертерек алып келмейсің ба? Кешке көшеге шығатын әдетің не осы сенің? Жан, бүгін жұмыстың бірінші күні ғой, байқамаппын. Байқамасаң ойың басқа жақта жүр да? Не болды, Жан, ашуланып? Ашуланып тұрған жоқпын, шаршап тұрмын. Кім еді анау? Квартира негіз Гүлжан ба? Бер ана пәтер ақысын. Жақсы болды ғой, Жан. Бүгін жұмысың жақсы болған сияқты ғой, Нормально. Тамақ дайындай берейін ба? Ішпеймін мен, тойып келдім.